Assalomualaikum. Kuala Lumpurdan migratsiya өте жақсы өтті, тез өтті. Просто қарады. Бізде паспортта Қазақстан безвизовый ғой. Сразу келді, печатын қойды, сразу жүрді. 2-3 минут уақыт алды ғой, по-моему. Так, бұл менің нешінші мемлекетім? 28 ойын, по-моему. Қош көріп атық. Надо переодеться. Потом где-то бір 10 сағаттай уақытым бар ғой. Баратын жерге белгілеп қойдым бір. 3-4 жері бар. Петронас, сосын Будда, сосын бір мешіт бар, и бір не болу керек. Бақ па, әйтеуір қасында жақында. Ал мен қазір намазханаға келдім. Аэропорттан енді бұл жерде метро бар, автобус бар. Метроның бағасын көрейік, метромен баратын шығармыз. Так, бізге мынау KLIA экспресс керек. Аэропорттың арасына қатынайды. Бізде метроға мінетін жер. Мынау сол метродан не аласың? Метроға билет. Короче, билет құны 55 местная валюта. Берем дейді. 55 местная валютамен. Енді картамен төлеп жүрмін, өйткені бұл жақта картамен төлеуге удобно да, комфортно. Аэропорттан стазер поставить қарай. Влакность байқалып жатыр. Мен пойызым, метром примерно где-то 10-15 минуттан кейін келеді деді. Бұлауда пайде қалаға барады, просто бұл 4-5 остановка көрсек та. Ал мен мінетінім прямой қалаға барады екен, non-stop train. Нормально салқын. Метро комфортно. Метрода бесплатный Wi-Fi бар. Онда просто аты жөніңді и мейліңді енгізесің. Все. Рахатта отырасың, бесплатный Wi-Fi. Қалаға дейін примерно 1 сағаттай уақыт алады. 1 сағат уақытыңда интернет өткізесің осымен. 21 ғасыр. Тем более Малайзияда. Қалаға келдік. Өте тез келдік қалаға жүрдік. Билеттеріңізді ролыңыздың соңына дейін сақтаңыз, өйткені метродан шығатын кезде тағы да басасыз. Мына QR кодпен. Короче, фудкортқа келдік. Көбісі Малайзия мұсылман мемлекеті ғой. Барлығы халал деп жазу бар ма? Бағалары мысалға кез келген бағаны 100-ге өтсек шығады ғой. Мысалы біздің метро билетіміз 55 болса 5500-ге шықты ғой. Аэропорттан қалаға дейін. Ол тамақтары, короче. 1300 теңге, 1400 теңге деген сияқты. Так, мында Mill Station дейді. Mill Station'да не бар екен?
chicken rice, bacon. Мың сегіз жүзге мынандай алдым. Қақым келіп алды. Abdurreis makan sini. Сурадан шамал проблема короче, 18 местный валютамен 2000 теңге, 1800 теңге бар. Су алу керек. Су, короче, мына жерде 200 теңгеден сулар тұр екен. 200 теңге, 300 теңге. Пепсилер 200 теңгеден екен. Брик. Соя бин милк. Тура соя милк бар емес, өте популярный сияқты ол. Чуприк қызыққа. Tamamlayın. Thank you. Bizde tavukun ayağı, рис и нан. Қасық беті. Палочка алайық. Палочка жек көрейік. Ары палочкамен бірақ келмейді ғой. Тауық жейміз ғой біз. Тауық жеген үшін біз. Шебемізді алайық. Наппен саған салайық. Вот, ас болсын маған. Нандар бауырсақ сақтай салып екен. Мощный кетеді. Бату Кейф дейтін жаққа бара жатырмыз қазір. Тамақ жеп алған жерден дальше вот KTM тикет Кортер деген жерге барамыз. Сол жерден билет аламыз, сонымен метроға мініп дальше басамыз. Бату Кейфке билет алдық, өттік. Осындай билет, тоже QR-мен. Кіргізде бір соғасыздар, шағарда бір соғасыздар. Бағасы 2-де 60 тұрады. 260 теңге шамамен метро. Бұл жерде қарайсыздар, қайтысы. 5-ші платформа. Вот ең соңғы аялдама Бату Кейф. Оны обратно дәл осымен келеміз. Тоже көреміз енді, тағы басқа жерлерге нормально менің айналасында болса, Петронастың центральный площадьтың онда түсуге болады. Бұларда вагондар бөлінген әйелдерге ladies и общий вагон. Мана мінгенімде примерно 40-та мындық. Жақта аттан кейін шықтық уже. Бату Кейф экспаттар өте көп. Таблица жүрейді телефонда. Ничего себе. Ой, мощный жерега.
Keyif деген бізде пещера. Үңгір. Бату үңгірі. Адамдар автобуспен экскурсияға келіп жатыр. Дағы школьниктер бар. Бисмилlah. Жоқ, аяқ киім. Қояйын десем, мында маймылдар жүр да. Алып кетемін деп қорқамын да. Окей. Аяқ киіммен кіруге болмайды дейді. Ой, бастық та көтерілейік. Қалай екен. Үстіне пещераның ішіне кіріп бір салқында болу керек болып тұр ғой. Так, мына санайтындай қатты жалайны жоқ. Примерно сол. Ары кетсе медеудей болады шығар. Ондай опыт бар ғой енді бір 3-4 рет. 10 шақты рет деп айта алмаймын. Так, артқа қарай видті потом қарармыз. Әзірге баса берейік. Артқа қарайтындай көп көтерілмедік қой дегендей ғой. Так, бұл жаққа менің ойымша күн батқан кезде келген дұрыс болатын шығар. Өйткені бұл жерде көп маймылдар жүретін. Ондай көп қараған жерлерде. Бұл жерде маймылдар жоқ. Ыстықтан барлығы салқын жерлерге кетті ма? Уже жайменеп салқын деп сезіліп жатыр. Соған қарағанда маймылдар жоғарыда болатын шығар. Аха, айтқандай. Не жер бірақ та маймыл. Шамал көлеңкі бар. Ішеде отыра тұрамайдым. Су сұрап шылауға отыра көрек дейміз. Ана кішкентай бір кішкентай
үңгірге келдік. Қанша басып алдық, тағам қалдырып. Қатты салқын дейтін салқын білмейді. Ондай жоқ сияқты. Өкінішке орай. Пещера как пещера. Мұндай пещера мен Таиландта болған. Тоже осындай үлкен пещера. Ананың биіктігі оған қарағанда жоғарылау. Екінші часть пещера. Таиландта пещера ұқсайды екен. Тоже осындай бір жағына кіресің, екінші жағынан тоже мынандай бөлек жер болады. Мына жерде ұзыннан Будда жататын. Будданы ана жаққа тұрғызып қойған. Біздің мына менің пещерасы жақсы сақтамай қалдым ғой. Так, как его? Шымкенттегі. Енді ашып кетеді. Суағып жатыр что-то. Үстінде факторындардан. Пещераның ішіне кіріп осы екінші жарыққа көтерілдік. Тоже әдемі көрініс, көтеріліп бір көрініс тамашалауға болады. Бұл жерде жаңағы тоже өздерінің мына жатқаналары тағы басқа. Маймылдар аз, тек бір-ақ маймыл ғана жойдым. Осылардың приколдары не екен? Қой, уақытымыз жоғалтпай келесі локациямызға барайық. Келесі локация бізде болмақшы бұйырса Петронас егіздер бит мұнарасы, башня-близнецы деген. Маймыл баласы тамақтандырып болды. Көруге тұрарлық жер. Маған өте ұнады. Вот бүркіт. Өте андай колоритный жер ғой, былай айтқанда. Сол колорит мен ұнады өзіме. Дәл осы жерде астында жолда не сатып тұр екен? Кокос. Картамен төлеуге бола ма десем, картамен төлеуге болады дейді. Базар жоқ бұнда деді. Жи. Примерно 6 не тұрады дейді. Местная валюта. 6 теңге ғой примерно. Жақсы еще жетіндей қылып береді екен. Ішіне қасық салып. Осындай қылып берді. Енді дәмі бөлек қой. Бөлек дегенде андай бөлек емес енді. Просто мен до этого Таиландта іштім ғой. Маған өзіме қатты ұнады кокос. Там реально утоляет жажду. Қасықпен şimdi bir tane жүресің. Ондай. Ну, прикольно.
жеуге болады. Бірақ маған өзіме соғы көп ұнайды. Маған Куала-Лумпур ұнап жатыр. Мындай екен, білмеймін, таза, жайлы. Қазір Машид Жемек деген жерге баратын, Сұлтан Абдул Самат мешітіне. Соның қасында Мердеке сквер деген бар. Местный достопримечательностьтердің бірі. Қала деген стройка құрылып жатыр. Стройка салынып жатқаны көрініп тұрған жоқ, но қала зданиялары өте биік. Араларында көрініп тұрады енді. Кран деген сияқты. Телебашня үстіне шығып, короче, ана үстіндегі несі айналады бізде Алматыда, Астанада Пекин паласының үстінде бар сондай. Отырасың, тамақ ішіп, потихоньку айналады, короче. Сонымен круг жасайды. Нелерден көргем. Интернетте адамдар отырып, көзі айналады, қаланың барлығы көрінеді деген сияқты. Енді онда қатты қызығушылық жоқ. По времени тоже. 3 сағатта қалды, 3 сағатта үлгеріп, дальше уже аэропортқа басу керек. Телебашня, мынау тоже Куала-Лумпурда ең биік здание. О, қазір біз мына орталық алаң старинный замокқа келеміз. Оған дейін бір видео жасап жүрмін. Просто телефонмен де бір видео жасаймын. Инстаграмдағы фолловерлер үшін. Оларда бірдеңе қарап отыру керек қой. Болмайды ғой. Не дейді ғой. Неге бәрі ютубқа деп. Біз Куала-Лумпурдың орталығы. Қателеспесем, бұл осы кезіндегі Куала-Лумпур әкімшілігінің ғимараты болған. Ар жағында, короче, не көрініп тұр ғой? Башня-близнецінің басы. Мына жерде бір отырып, әдемі бір фото жасап жүрсек, дальше басуға болады. Фото үшін істемейсің де. Мына жерде отырып, фотоға түсемін деп. Ақталғалы екен. Енді бізге қазір мешітке барып Бесновқа алу керек, сосын дальше больше. Бізде қалған енді Петронас Тауэр сияқты. Так, валюта ауыстырмадым, но аэропорттан түскен кезде мана көргенім сатып жатты $1 4.9 местный валюта. Но мен енді бұл дамыған елдердің қатарында ғой. Тек картамен жүрім. Әзірге нормально, барлық жерде картамен төлеп жатырмын. Мана кокос тоже картамен, билеттер картамен, сол шүкір картамен. Әзірге жақсы кетіп жатыр. Мешітке кіріп, аутфит киіп жатыр адамдар.
Evet. Cuma günü Cuma daveti. Okay. I know family with Ha, Wi-Fi var ekan bunda. Неше көп осы тек қана жаз болатын мемлекеттердегідей көбінесе сыртта осылай жасалады. Мысалы кеше Үндістанның өзінде көбісі сыртта оқылады. Малайзияда осындай болды. Sorry, как его? Мальдивте осындай болды. Келесің, анда регистрация жасайсың, Wi-Fi бар. Шама Wi-Fi-ді алып, тамақ ішемін демалып тұруға да болады. Осындай жерлерде дәрет алып алдық. Басты кіреберіс, басты мешіт, басты ғимаратына бардық. Ғимаратқа ішін көрейік. İşte aslında kutular. Yo'qdir, da'vat. Mashallah. Sırtları olsa sırttan gidip koyarlar. Короче, я еды не выходил, банана кейк. 3 lira degan. И чеким 1250 turadi, men 60 tanga keldi. Kuchli ish otmaydi. Как раз мандай погодаға мощный кетеді. Мен қала прикольный, өзіме мощный өтіп жатыр. Әдемі өтіп жатыр маған. Әлде Индиядан келген сондай ма бар ма? Жақсы өтіп жатыр. Базардың айналасындағы шамалы бастау екен. Артында бомждар бар. Арда башқа сасып жатыр. Туалет, уборныйлар ма бірден өтіп. Былай өткенде неприятный істер шығып жатыр да. Базардың айналасы болғансын жүрген шығармыз. Who knows? Базарға келе жатқанда мынандай бітті көрмей болады короче. Көптеген Азия мемлекеттерінде көп кездесесіздер осылай. Chinatown деген. Азия мемлекеті емес енді. Көптеген үлкен мемлекеттердің үлкен қалаларында Chinatown деген тема бар короче.
Yaşlı adam. Amerika'da var. Amerika'da көп негізі Чайнатаун. Өйткені ол жақта орыстар көп қой. Бірақ Чайнатаун деп ашпам керек. Целый базар. Барахолка. Главное нашим говорят. Мен барахолка ғой біздің. Чайнатаун дегенмен баяқта тілге индустриялар тұрма дедім ғой. Айтамыз ғой, Қытайда қаптап кетті, анау деп. Баяқта наоборот, индустриялар қаптап кеткен. Ішінде қатты уақытта жүріппін. Да, не... Карточкамен никак жасай алмайсың дейді. Операция. $10 размет етуге тұра келеді, получается. Я қанша бар менде? Ама минимальный сумма. Азан шақырады. Бұл жақта тоже купюраға қарайды екен. Негізі майда купюра алған ғой, арнайы. Енді көп шығындалмайсың да бір жағынан. Просто курстан ұтып қаласың көп жерде. Көбінесе олар 100-лік билді қарайды. $100. $10 аздан болады, $5 арзан болады деген сияқты. Кеше мысалы Индияда да дәл өтті, мұнда Малайзияда сондай екен. Мысалы қазір қолымда $10 40 ғана қылып берді. Ал по сути ол бағасы 43 ба сондай тұрады. Мен осындай ауыстырып алдым тек қана. Обратно метроға барамыз. Метромен бұйырса Петрофак несіне арасына барам. Дальше аэропортқа қоямыз. Көшеде өйстіп жататын адамдар, бәрі сөйтіп жататын адамдар бұл жақта да бар екен. Көшенің қақ ортасы бәрі сендіріп жатыр. Күн бұлтты, жаңбыр сепкелеп жатыр, потихоньку. Мана тағы бір жерде өтедім, ол жерде айтпақшы мен түсірмедім. Анда дейтін ема. Бүкіл нелер сол жерде жинап қалған сияқты ғой, что-то. Қаланың момыздарының барлығы. Мен жерден шіріп жатыр. Мынандай әдемілікпен қаладан жасаған нәрселер еленбей кетеді ғой. Әрбір үлкен қалада осындай проблемалар бар шығар. Алматыда да Алматыны салыстырғанша. Алматыда мысалы бомждар бар деген сияқты ғой. Бірақтың бомждарға несе рахат любой жерге мынандай түкіре жата салады. Күн жылы түнде қалам деген жоқ деген сияқты ғой. Наконец-то таптық. LCC. Астаналықтың аты осындай. Билдері тоже арабша жазылған. Банк Негара, Малайзия дейді. Барлық купюрасы ағылшынша жазылған. Базар.
Үстімен жүретін деген. Арман болып кеткен. ЛРТ ғой, арман болып кеткен. Бірақ ЛРТ-дан мынандай күшті тақырып екен. Может, бізде ЛРТ болғанда да сондай тираждармен келген дейсің ғой, да? Мында ескі ғимараттар, бұрынғы администрациядан ғимараттар ғой. Или просто отырсың, мынандай метро өтіп кетеді, ар жағынан вид ашылады ғой, короче. Петронас Тауэр. Бірақ біз басқа жағынан бардық. Или ана жаққа барамыз, или мына жаққа барамыз. Короче, үлкен каменный джунгли дейді ғой. Келесі келгенде алдында бір видеодан көріп едім. Петронасқа әдемі бассейнмен вид ашылады да, по-моему, ана здание болу керек. Арендаға алады, Airbnb-мен. Ну, по-любому қайта келеді. Как минимум бір апта өткізетін. Қала екен, қала. А мемлекет болса, ол мемлекет үлкен ғой. Бәрінің отдықтары бар, неше түрлі. Сол үшін 15-20 күн смей алсақ та мына мемлекетте. Тем более ертең марттың 14-ден бастап Қазақстан мен Малайзия арасында прямой перелеттер болады. Air Asia бар ғой, кеше мен ұшып келген. Air Asia бойынша. Солар новый рейс ашып жатыр екен. Вообще демалу. Екінші жағынан Малайзия арқылы ұшу басқа жақтарға тоже арнайы түседі да. Енді күшті возможность беріп отыр. Азияның біраз мемлекеттерін көрсе болады. И келдің мұнда, просто Сингапурге бір 10 мыңға туда-обратно барып қайтасың ғой, самолетпен. Вот ЛРТ біздің қол жетпей жүрген. Аты да жазылып тұр, ЛРТ деп. Так, көрейік мынаны. Бұта түсетін зонысы. Мына жақта ма екен, әлі мына ішінен дальше ма екен. Бірақ енді баса жоқ. Огроменный екен. Вау. Басың айналады ғой. Басың айналатын да айғылып жасап қойған ғой. Баста айналдыратын да айғылып. Енді жақсы ракурста фотоға түсіретіндей жер тауып алу керек дейсің. О, мына зданияларда мощный екен. Мына зданияларда андай не болса. Бассейн болса шектемедім. Енді Малайзияда әлі қазақ кездестірмедім. Нью-Делиде кездестірдім. Тадж-Махалда кездестіріп қалдым-ау деп бір ой келді, бір екі адамды. Сома ұқсаттым. Бірақ ол бір гидпен общаться етіп тұрғаннан кейін не істемейін дедім, араласпай ақ қой дедім. Вот оно. Петронасына. Петрофак негіздер ғимараты. Мощный.
Mama da öldüm. Mama da öldüm. Әлбетте, адамдар көп. Фотоға түсіп жатқан жетерлік. Мына жерде фотоға түсіріп берейін дейтіндер де бар. Мына жерде обязательно үндістер жүреді. Әне түсіріп берейін деп. Мен ар жаққа барып түсіп көрейін. Или мына жерде болмаса мына жерге телефонымды қойып түсіп көрейін. Өкінішке орай телефоным ескі. Ширигі жоқ. Сол үшін алысырақ барып істеп жатыр ғой маған. Адам көп, мына жақта вообще кәдімгі. Как раз фотоға түсетін жерде адам деген мыңғырық болып жатыр. Даже мына жерден де ала алмай жатырмын ғой. Шириксіз никак болама деп қалдым ғой. Ағам вообще фонтанның арасына кіріп кетті. Оны екінші ағам түсіріп жатыр. Ооо, народ жиналып қалды. Делегация, бұлар туристтер ғой. Маған срочным образом алу керек болып тұр ғой. Ширигі бар, өйткені татуы мына жерге келдім, ең соңғы нүктесіне келіп тұрмын ғой. Соның өзіне ілінбей жатыр ғой телефоныма. Базар жоқ. Фотоны жасадық. Дальше мына жақтан да қарап көрейін, мына жақтан да жасауға болады шығар. Біз мынандай фото жасауға ұсыныс беретін аппараттармен жүрміз. Олар нормальный нелер жасайды. Нормальный фотолар жасайды. Бір определенный $1, $2 бересің, жасап береді. Мен енді түсініп жатырмын. Енді мысалға біздерді көбінесе Малайзиялықсың ба, индонезиялықсың ба деп. Индонезиялық туралы ертең көреміз қалай болады. Но мұнда көп кісілердің ұсқындары кәдімгідей қазақ қырғыздікіне келеді екен. Не, реально кәдімгідей. Қараймын, сразу таңданамын ғой. Как это? Осында жергілікті халықтың көбісі орамал тағады. Қарасаңыздар алдында үш орамал. Оразада мына жақта тұрады тағы адамдар. Көп орамалда. Купайды кайф жүрген кезде. Өзіңе де комфортно да. Өзінде болса да кайф сияқты. Конечно, вкусно происходит. Өзіне, айкөрдер көзіне дегенде тема. Так, осымен Малайзияға 8 сағаттық саяхатымыз аяқталды. Аэропортқа барамыз. Дальше больше басамыз. Аласа, Балиге. KL Central, Kuala Lumpur Central деген 9 жолдың торабы. Мұнда пойыз, метро, үш метро, короче. Барлығы жүреді ғой, короче. Айтам, билет аламыз, Любийский. Короче, жас қойып бірді. Peak hours. Peak hours екен білмейміз де, по идее, смотря. Қазір өзім мысалы маған қалаға peak hours. Ол жақта 16 минут дейді. Ол жақта каждый 15 минут дейді. Но каждый жарты саат сайын жүріп тұрайын, по-моему. Каждый 20 минут сайын ба.
негізі жақсы, бірақ бағасы да нормально екен. Енді 42 километрді жарты сағатта жүріп тастап тұр ғой. 40 километр жарты сағатта жүріп тастап тұр. И еш жерге тоқтамайды. Бірден осы KL Централдан сразу аэропортқа барады, и сразу аэропорттан KL Централға келеді. Просто аэропорттан да терминалдар бөледі, бірінші, екінші терминал деп. А так қалған жарына баса береді. Мен мысалы қазір екінші терминалға бара жатырмын. Соңғы крайний терминалға. Осымен Куала-Лумпур бөлім аяқталды. Өте тема жер, маған ұнады. Бұйырса келіп аралап көретін жер екен негізі. Бағалары да ондай қатты ұрмады. Ұрмады оны қазір білмеймін, на данный момент қалай болып тұрғанын. Ертең банк стейтментті ашып қарау керек. Қанша ұстады, қалай болды. Егер просто менің есептеуім бойынша, егер местный бір валюта 100 теңге деп есептеп алсақ, грубо, өйткені ол 95-96 варьируется етеді да, и конвертацияға байланысты, то онда бағалар нормально. Енді 1500 теңгеге тамақ ішесің, 200 теңгеге баночный кола ішесің. Қазақстанда ондай іше алмайсың ғой, по идее. 200 теңгеге баночный базар жоқ дейсің ғой. Так что келетін жер екен. Просто егер бұйырса ертең Air Asia бір арзан бағада шығарса, онда смело надо топить. Келіңдер, вообще мощный жер екен. Советую. Мен қайта келем бұйырса. Все, бұйырса енді Балиде көріскенше.